Бүгінгі біздің кезекте семинарымыз Ғабит Мүсірепов ауданында сәтті өтілуде. Семинарымыздың тақырыбы біртұтас тәрбие бағдарламасын іске асыру аясында арқылы ұлттық құндылықтарды дамыту деп аталады. Осы білім беру ұйымдарында біртұтас тәрбие бағдарламасын жүзеге асыру жобасы Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігінің 194 бұйрығымен бекітілген. Жобамыздың мақсаты осы бағдарлама арқылы ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген адал, жауапты, еңбекқор азамат тәрбиелеу болып табылады. Біртұтас тәрбие бағдарламасын сабақ барысында тиімді қолдану жолдары терең талқыланды. Әріптестерімен тәжірибе алмасып, жаңа технологиялардың білім беру саласына әкелетін мүмкіндіктері туралы құнды ақпарат алдық. Сегодня нам посчастливилось стать участниками областного семинара в рамках реализации программы «Біртұтас тәрбие». Были на уроке в начальных классах. Видно, что учитель использует приемы, методы именно воспитательной работы в рамках программы «Біртұтас». Прослеживаются ценности, которые предусмотрены данной программой. Очень интересный урок. Дети активны. Спасибо за урок.